Саламатсыздар ма? 5-ші сынып БЖБ. Біріншісі кестеде қалып кеткен жерлерді толтыру керек. Мына жерде пайызын табу керек екен. Сонымен бөлшегі 2-ден 1. Жай бөлшегі 0,5 ондық бөлшегі екен. Олай болса бізге пайызын табу керек. Пайызы табу үшін біз 0,5-ті 100%-ға көбейтуіміз керек. Сонда 100-ді 0,5-ке көбейтсек 50 болады. Демек бұл бізде 50%. Келесі 0,100-ден 3 деген ондық бөлшек берілген. Жай бөлшегін табу керек. Ол үшін бізде жай бөлшек түрінде 100-ден 3 деп жазып алсақ болады. Демек ол 100-ден 3. Енді осының пайызын табу үшін 100%-ға көбейтеміз. Сонда 100 бен 100-ді қысқартып жіберсек 3% болады екен. Келесіде бізде 44% берілген. Ондық бөлшек табу үшін 100-ге бөлеміз. Жүзді 44-ге бөлсек 0,100-ден 44. Демек ондық бөлшегі 0,100-ден 44 болады. Ал енді жай бөлшегін табу үшін 100-ден 44-ті қысқартамыз. 4-ге қысқарады. 11 болады. Бөлімде 25. Соңғысында 20-дан 13. 20-дан 13-ті ондық бөлшек айналдыру үшін алымында бөлімінде біз 5-ке көбейтуіміз керек. Сонда 100-ден 65 болады. Оны біз 0,100-ден 65 деп былай жазамыз. Ал енді 0,100-ден 65 дегенімізді пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейту керек. 0,100-ден 65-ті 100-ге көбейтетін болсақ, 100 бен 100 қысқарады, 65% қалады. Келесі екінші есебіне қарайық. Коллекциясында дейді 18.800 марка бар екен, оны 25% спортқа арналған дейді. Қанша марка спортқа арналған? Енді бізге 25%-ын табу керек, себебі 25% спортқа арналған екен. Демек 18.800-іміз ол 100% болады. Біз 25%-ді табуымыз керек. Пайыздың астына пайыз жазылады, осыны ұмытпауымыз керек. X-ті табу үшін 18.800 бен 25 көбейтіледі. Ал бөлімінде 100 жазылады. Енді 100-дің 2 нөлімен 2 нөлді қысқартып жіберетін болсақ, 188-ді 25-ге көбейтуіміз керек екен. 4700 болады. Келесі есеп. Үшіншісі. Асханада 299 қыз бала тамақтанады. Бұл барлық оқушылардың 65%-ын құрайды. Мектепте неше қыз бала оқиды дейді. Асханада 299 қыз бала тамақтанады. Бұл барлық оқушылардың 65%-ын құрайды. Мектепте неше қыз бала оқиды дейді. Бізге барлығын сұраған болу керек бұл жерде. Демек 299 ол бізде 65%.
Барлығын табамыз. 100% табамыз. X тең болады. 299-ды 100-ге көбейтіп 65-ке бөлеміз. Сонда 299 бен 65 13-ге қысқарады. 23-тен 5-тен 5 пен 100-ді қысқартсақ 20. Сонда 460 болады. Мектепте 880 оқушы оқиды. 4-ші есеп. Оқушылардың 75% турист саяхатқа барды. Туристердің 55% қыздар екені белгілі болса, онда қанша қыз турист саяхатта болған дейді. 880 ол бізде барлығы, демек 100%. Оқушылардың 75% турист саяхатқа барған, демек 75%-ды біз табуымыз керек. 880-ді көбейтеміз 75-ге, бөлеміз 100-ге. Сонда 880 мен 100-ді 20-ға қысқартатын болсақ, 20-ға бөлсек 44. Сонда 5 пен 75-ді қысқартатын болсақ 15. Бұдан бізде болады 660. Енді бұл жерден тоқтамайды, ары қарай бізде туристердің 55% қыздар екені белгілі болса, онда қанша қыз туристік саяхатта болған дейді. Тағы да тура осылай есеп шығаратын боламыз. 660-ымыз ол бізде 100% болады. Біз 55%-ын табуымыз керек. Пайыздың астына пайыз жазылатын ұмытпауымыз керек. X тең болады. 660-ты көбейтеміз 55-ке, 100-ге бөлеміз. Сонда 660 пен 100-ді 20-ға қысқартып жіберейік. Сонда 33 болады. 5-тен 5 пен 55-ті қысқартатын болсақ 11-ден енді 33-ті 11-ге көбейтсек 363 болады. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.